Тамыздың 14-і мемлекеттік кірістер органдары қызметкерлерінің төл мерекесі. Бүгін осыған орай салтанатты шара ұйымдастырылды. Жиында аталған салада бірнеше жылдан бері қызмет етіп жүрген маңдайалды мамандар марапатталды. Салтанатты шараға жиналғандарды облыс әкімінің атынан бірінші орынбасары Марат Тасмағамбетов құттықтады. Биыл мемлекеттік кірістер комитетіне 5 жыл. Сіздер мемлекет басшысы қойған міндетті абыроймен атқарып, ел дамуына үлес қосып отырсыздар. Сіздерге денсаулық, отбасыларыңызға береке және халыққа лайықты қызмет етуде табыс тілеймін. Жиында адал қызмет үшін 4 маман облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапатталды. Тағы мемлекеттік кірістер органдары қызметінің үздігі медалі табысталды. Мұндай марапатқа ие болғандардың бірі Самат Есмұқанов. Оның осы салада еңбек етіп жүргеніне 19 жыл толыпты. Қызметін кезінде қарапайым маманнан бастаған азамат бүгінде Мамлют ауданының мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы болып қызмет атқарады. Мамлют ауданы кіріс басқармасының басшысы болып қызмет етем. 2013 жылдан бастап осы бүгін мемлекеттік кіріс органдарының жұмысшыларын құттықтаймын. Еңбегімді жоғары бағалаған үшін Солтүстік Қазақстан облысы департаментінің басшылығына алғысымды білдіргім келеді. Өте қуаныштымын. Жалпы кеден қызметі мен салық комитеті бірігіп мемлекеттік кірістер органдары болып қайта құрылғанына биыл 5 жыл толыпты. Осы аралықта мамандар тыңбай жұмыс жасап, өз тарапынан мемлекеттік қазынаны толтыруда аянбай еңбек етуде. Жыл сайын кірістер өсімі көтеріліп жатыр. Егер 2014 жылда біз бюджетке, мемлекеттік бюджетке 52 миллиард теңге кірістер жинасақ, 18 жылғы 79,2 миллиард теңге бюджетке құрады. Енді жылды аяқтау үшін біз бюджетке 83 миллиард теңге салықтарды, кірістерді жинау керек. Жалпы шарада кәсіби мерекелеріне орай 35 маман марапатталды. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.